Көрікті мекен бағдарламасының түсірілім тобы өз сапарын жалғастырады. Бүгін сіздерді Павлодар облысына қарасты елді мекендермен таныстырамыз. Павлодар қаласынан шығып, облыстың көрікті мекендерінің бірі Баянауылға қарай жол тарттық. Павлодар Астана тас жолы жол қарасы жаман емес, жүргізушінің айтуы бойынша 2 сағатта жетеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі сапарымыз ерекше болғалы тұр. Жыраулар мен серілердің, ғалымдар мен батырлардың мекені Баянауылды бетке алдық. Жол теп-тегіс, заман талабына сай салынған. Жолды бойлай тал егіп тастапты. Мінген көлігіміз жайлы, көңіліміз көтеріңкі. Жол қысқартқымыз келіп, жүргізушімен әңгіме дүкен құрдық. Сөйтіп келе жатқанда алдымыздан бір ауыл шықты. Баянауылға барар жолда Майқайыңға табан тіреді. Білуімізше, мұнда Менделеев кестесінің 42 элементі өндіріледі екен. Майқайың, Баянауыл ауданына қарасты 10 мыңға жуық халқы бар шағын кент. Іргесін 1915 жылы ағылшындар қалапты. Олар 1914-19 жылдар аралығында Майқайың жерінен кен орын тапты. Алтын араласқан темір тас өндірді. Бүгінде Майқайыңның алтын кен байыту комбинаты орталық Қазақстан бойынша алдыңғы қатарда тұрған кәсіпорын. Оның құрамында 2 кен орны мен кен байыту фабрикасынан бөлек көлік цехы, жөндеу механикалық шеберханасы, химиялық зертханасы, жөндеу құрылыс бөлімшесі және орталық қазандығы бар. Орталық қазандық өз цехтары мен бөлімшелеріне қоса Майқайың ауылында жылумен қамтамасыз етеді. Сондай-ақ жергілікті халықтың басым көпшілігі осы айналадағы өндіріс орындарында жұмыс істейді. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Жергілікті тұрғынсыздар ғой? Жергілікті. Осында туып өстіңіз? Осы жерде 75 жыл тұрмын. Туып өскен жерім. Өзіңіз? Мен осы жерге келін болып түскелі, мінеке 47 жыл. Халықтың қазіргі әлеуметтік жағдайы қызықтырды. Жастар немен күн көреді? Көбінекі мынау шахтада істейді. Комбинатта 800-дей адам бар жұмыс істейтін. Шахтада істейді, фабрикамыз бар істеп тұрған. Шлакоблочный заводтары бар, котельный бар бізде, орталықты жылу беретін. Сондай жұмыскерлер көп. Еңбектері жаман емес, еңбектері комбинаттың 250-300-ден артық. Шахтадағылар где-то 400-ге дейін алады. Мына жерде Керегетас алюминий акционерлік қоғамының бір филиалы. Мына жақтанбай көбе кеніші бар, көмір шығаратын. Біздің Сарыкөл бар, Талдыкөл бар. Сондағы істейтіндердің барлығы да қазіргі осы өсіп келе жатқан жастар. Әрине, жастардың еңбегі жақсы болып, жағдайы болып тұрса, олар өз туған орнында әрқашанда қалады ғой, өзінің туған жеріне пайдасын келтіреді. Шахта бар не? Шахтада фабрика. Біздің жақта негізі солтүстік жақтарда не ғой, жұмысқа құдай шүкір не жоқ. Тапшылық жоқ, иә. Өзіміз сөйлескен тұрғындардың айтуынша, Майқайыңда жастарды жұмыспен қамту ғана емес, олардың бос уақытын тиімді өткізу жағы да қарастырылған. Екі жерде балаларға осындай бір шағын алаңдар істелінді. Және мына жақта, шахта жақта бір балалардың демалатын орны ашылды. Кешкілікте көрсеңіз, стадионымызға жөндеуден өтті. Қандай тамаша, кешкілікте келсеңіз, жастар деген, доп ойнаған, волейбол ойнаған жастар өте көп. Біз енді мен осындай қазынаның үйінде тұрам, мына стадион қарама қарсы, тура адамның көңілі толады. Жастардың келіп, бетіменен жүрмей, осы жерде өздеріне жұмыс тауып, ойын тауып айналысқандарына. Майқайыңда бізде площадка бар, баскетбол ойнайтын, волейбол ойнайтын, стадион кешке жақын балалар барлығы жиналып, өздері мен доп алып шығып, ойындар ойнап. 2-3 жылдан бері вообще жақсы. Мынау трассалардың бәрін жаңадан салған. Қазір жаман емес, Құдайға шүкір.
Мынау саттың өзін міне былтыр ремонттап, жазды күні демалады, міне балалар қазір демалып жатыр. Мына Майқайыңда 10 мыңнан артық халық бар ғой енді. Мына больницамызды кішкене жөндеу жүргіземіз деп жатыр. Биыл 338 миллион ақша бөлініп жатыр. Біздерде кішкене дәрігер жетіспейді. Мына бір кішігірім алаңда балалар доп қуып жүр. Ал мына үлкен стадион бүлдіршіндердің еншісіне тиіпті. Мұнда келіп футбол ойнайтын жастар қазір жұмыста жүрген болуы керек. Майқайың туралы тереңірек білгің келсе, Мұхтар Әбеновтен сұра. Тұрғындардан осындай ақыл естідік. Олардың айтуынша, Мұхтар Әбенов осы кенттің тарихын жақсы білетін, өлкетану музейін ашуға бастамашы болған 90-нан асқан абыз ақсақал екен. Біз ол кісімен жүзбе-жүз кездескенді жөн көрдік. Міне, мәдениет үйіне де кеп қалдық. Мұхтар Әбішұлы атамыз осында бізді күтіп отыр екен. Мәдениет үйіне келген себебіміз өлкетану музейі осында орналасыпты. Саламатсыздар ма? Мұхтар атамыз күтіп отыр деп осында келдік. Бірінші этажда сізді күтіп отырмыз. Жақсы, рахмет. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз ата? Құдайда бір Денсаулығыңыз қалай? Жақсысыз ба? Айға сайын. есімің кім? Дәулетхан есімім. Дәулетхан. Майқайың деген атау тарихы қызық болып тұр. Сонау 1895 жылы осы Майқайың кенті ашылғанда Майқайыңда екі таудың арасында тұрды. Майқайыңда қайың өсіп тұрды. Қайыңда сол жерде су болмаса да майлы қайың болды. Ол гүл тартып, өтінен өзі өсіп өтірді. Сондықтан оның аты Майқайың болды. Бірақ сол өсіп тұрған қайыңның барлығын соғыс кезінде отын жоқ болғаннан кейін бәрін түгел алып қойдық. Бүгін бір-екі ақ қайың ғана қалды Майқайыңда. Сол осы мекен туралы айтсаңыз, осы ауылда өзіңіз өстіңіз, туып өстіңіз. Сол туралы айтсаңыз, қанша түтін болды ол кезде, немен айналысты халық? Кенді Майқайыңда сонау 45 жылдан бері тұрам. Құмдардың барлығы түгел 13 ұлт тұрды. 13 ұлттың ішінде сон енді орысы бар, украинық бар, қазақтар бар, шешендер бар, татарлар бар. 13 ұлттың басқарында осында болды. Бір семьядай болдық. Мұхтар Әбішұлы Майқайың кентінде 17 жыл бұрғылаушы болып істеген. Одан кейін зейнет демалысына шыққанша 23 жыл кәсіподақ ұйымын басқарыпты. Бүгінде жасы 90-нан асқан ақсақал сол кезде қызмет бабымен осы кенттің тұрмыс тіршілігіне қызу араласқанын айтады. Майқайыңның өзі куә болған тарихы келер ұрпақтың жадында қалсын деген оймен осы музейді ұйымдастырыпты. Майқайың тарихын бәрі түгел менің қолымда болды. Сонау 45 жылдан бастап жиналғанның барлығы өмірімде енді кешегі Майқайың іргетасын қалаған ағалар мен әжелердің бейнелерін қояйын. Ұрпақтарға сабақ болсын, ұрпақтар мынау менің атам, мынау менің әжем дегендей. Қарты бар елдің қазынасы бар. Өмірден көргені де, жадына түйгені де мол ақсақалдың Мұхтар Әуезов пен Қаныш Сәтбаевтай ұлы тұлғалар туралы айтқан естелігінде қызыға тыңдадық. Мұхтар Әуезов 58 жылы Павлодарға келіп, Майқайыңға келіп, содан Жасыбайда болып, біз о кезде Жасыбайда балалар демалып жатқан. Сол кісі Жасыбайда пионер қатарын алдық. Ойына ал қызыл галстук салып көріні тарттық. Содан Мұхтар Әуезов айтады атамыз. Баянауыл Майқайыңға келгенде қарт жазушы болып келіп едім. Енді пионер қатарын өтіріп, жасарып кетіп бара жатыр деп батасын берді. 48 жылы Қаныш Сәтбаев Майқайыңға келді. Майқайыңда Жосалы деген жерде болып, кеншілермен әңгімелесті.
Одан кейін ең соңғы келгені 59 жылы келіп, Жасыбайда демалып, Жасыбайда болып, Майқайыңға келіп, карьерге келіп, Майқайың кен байыту фабрикасында болды. Енді Қаныш атамыз келесі жылы 125 жыл болады. Соған ona Майқайың алтын комбинатының есімін берсе деп отырмыз. Жарқыраған күн, домбыра тартып би билеген сымбатты арулар, қабырғаға салынған мына мозаика мәдениет үйіне келген кезде-ақ көзімізге түскен еді. Тастан өрілген осы өнер туындысының мән жайында Мұхтар Ақсақалдан сұрадық. Мәдениет үйі, кенші мәдениет үйі. 1955 жылы қолдан салдық. О кезде автокран жоқ. Осы 2 жылдың ішінде салып бердік. Майқайыңдағы өнер адамдар мына оюлардың бәрін жасады. Мына суретті сонда осы жергілікті халық салды ма? Өшедегі халықтар салды. Мына оюлардың бәрін өшедегі халықтар жасады. Осының бәрі қолмен жасалған нәрсе. Ата, біз жөнелейік. Жолға бір батаңызды, иләхи әумин батаңызды беріп жіберсеңіз. Bismillahirrahmanirrahim. Evrimde Allah Teala 90'ga kelgenimde hak beylimden hak batamdı bereyim. Aynalayın doğrularım. Elimizge tinçlik bop, halkımıza aman bolsun. Jortqanda joldarың болсын. Міне, теріскейде өзге ауылдар сияқты егін егіп мал бағуды емес, жер асты байлығын өндіруді кәсіп етіп отырған осындай да көрікті мекен бар. Ал біз сапарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жасындай жалындап, қараңғы қазақтың шамшырағына айналған Сұлтан Махмұт Торайғыровтың ата қонысына ат басын бұрдық. Торайғыр тау етегінде орналасқан шағын ауыл екен. Табиғаты керемет, сарайыңды ашатын саф ауа. Сонау қия беттегі қарағайлар, ғасырдан жеткен ғашықтардың сырын ішке бүгіп, қымсынып тұрған бой жеткендерсің. Дәл қазір тап алдымыздан домбырасын күмбірлетіп, жаяу мұсашыға келетіндей. Әне бір қия жартастың астынан баян мен қозы қол ұстаса жүгіріп шыға келетіндей ерекше сезімге бөлендік. Алысқа қанат қаққан қиялымызды, мектептен қайтқан балалардың даусымызды. Қалайсыңдар балалар? Саламатсыңдар ма? Қандай ауыл бұл? Торайғыр. Торайғыр. Сұлтан Махмұт Торайғырды танимыз ба? Аталарыңызды? Кім болған? Ақын. Өлең білеміз? Балалар ақын аталарының өлеңін бір-бірімен жарысып оқи бастады. Қараңғы қазақ көгінде өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың кегінде күн болмағанда күн болам, мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кіремін. Еңбек бейнет тарауы, рахатқа сарқылар, қыздырып күннің қарауы, надандық теңізді тартылар. Орны тайып көгерер, қызығын жайлап ер көрер. Шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл өмірде жаман болып. Жатқаным көрде тыныш жақсы емес пе, жүргенше бұл өмірде надан болып. Рахмет, балалар. Ауылдың іргесінде жалтырап Торайғыр көлі жатыр. Көнетекті демесең, көпті бұзар сөзім бар. Көн садақты демесең, топты бұзар оғым бар деп, өз заманында шешендігімен де, батырлығымен де елге танымал болған. 18-19 ғасырларда өмір сүрген белгілі би, қазақтың біртуар ақыны, Сұлтан Махмұттың арғатасы Торайғыр Едігеұлы осы көлдің жағасында дүниеге келіпті. Сірә сәбидің болашақта кім болып қалыптасуына табиғат ананың да әсері зор секілді. Мынандай сұлу жерде өмір сүріп ақын болмау, батыр болмау мүмкін емес. Бұл Торайғыр ауылының жанында орналасқан Торайғыр көлі. Тереңдігі шамамен 10 метрге дейін жетеді. Жазғы уақыттарда ауыл балаларының шомылып, үлкен кісілердің осылай балық аулап уақытты тиімді өткізуіне үлкен табиғаттың тарту еткен бір сый десек те болады. Қандай балықтар бар?
Алабұға? Сұлу көлдің жағасында сырбас сөздің сәулетін тұрғызған Сұлтанмахмұт Торайғыров мәңгілік жай тауыпты. 27 жыл ғұмырында артына өлместей мұра қалдырған ақынға құран бағыштап, зиярат жасауды жөн көрдік. Сұлтанмахмұт Торайғыровты білмейтін қазақ жоқ. Әрине. Біздің мынау көз ашық көкірек ояу зиялы қауым ұлы Абайдан кейінгі Сұлтанмахмұттың 4 жол өлеңі бір кітапқа жүктеп айтып жатады ғой. Иә. Бұл кесене 1993 жылы Сұлтанмахмұт Торайғыровтың туғанына 100 жыл толуына орай тұрғызылған екен. Бейіттің 4 құлағын көтеруге Баянауыл ауданынан Қазақстан Республикасы жоғары кеңесіне депутаттыққа ұсынылған жазушы Әбіш Кекілбаев мұрындық болды. Осы Сұлтанмахмұттың зияратын жүзіп тұрған көріп, егер де мен осы депутат болып өтетін болсам, күндердің күнінде ақынның алдында жаңағы тойлар өтер, өзімнің елім кіндік қаны тамған жерден сонау Маңғыстаудың ақ шағыл тасынан бір кесене белгі қойғызам деді. Ол кісі міне айтқан сөзінде тұрды. 2 айдың ішінде өзі мамандары келіп салып берді. Сол жылы үлкен дүрмек той болды. Ол той одан кейін қайталанған жоқ, 500-ге кезекте кірген. Сұлтанмахмұттың 100 жылдығында. Сұлтанмахмұт қысқа өмірінің ішінде өлең ғана емес, ондаған мақала, 2 роман, бірнеше поэма жазған. Сол шығармалардың бүгінге дейін аман жетуіне Жүсіпбек Аймауытов та көп еңбек сіңірді. Бұл кісінің дүниесі жоғалып кетер еді. Бұны жарыққа шығарған бірден бір адам Жүсіпбек Аймауытов болады. 1920 жыл Сұлтанмахмұт ауырып жатқанда ол кісі Семейдің жаңағы Семей губерниясының оқу бөлімінің бастығы болып тұрғанда Баянауылға келіп, ол кезде Қаныш Сәтбаев Баянауылда алғашқы халық соты болып қызмет істеді. Соның қолына қағаз әкеп беріп, Томск университетіне. Қайтарда Жасыбайдың асуымен түсіп, осы арада отырған Сұлтанмахмұтқа соғып, бар жазбаларын жиып алып кетіп, 1926 жылы Сұлтанмахмұт Торайғыровұлының түгел сөз деген қалың кітап басып шығарды. Жүсіпбек Аймауытов та осы Баянауыл өңірінің тумасы. Өлкетанушы әрі Сұлтанмахмұттың жақын жұрағаты Алтынбек Құрмановтың айтуынша, ақынның біршама еңбегі жоғалып та кетіпті. Шаймардан Торайғыров деген ағамыз болды, мен көзім көрді ол кісіні. Сол кісі айтады, осында Піртас деген бар. Мына кісі дүниеден өткеннен кейін Жүсіпбектің әкеткеннен қалған бар мұрасын әкесі Әбубәкір атамыз жоқ дейді, Әбубәкір дейді. Сол аталығымен апарып, соған жаңағы қойыпты. Енді оны біз тауып алатын жағдай жоқ. Міне, артында өлмес мұра қалдырған ақынның мәңгілік мекені осы. Бірақ ол кезде мына далада жүрді. Туған топырағының мынандай сұлулығына сүйсінді. Мына қатпар жартастар оның шабытын оятқан шығар. Бәлкім, ол да мен сияқты болып, мына шоқының төбесіне көтерілген шығар. Осындай табиғатының сұлулығына көз сүрінетін өңірден Сұлтанмахмұттай дара тұлғаның шығуы заңдылық сияқты. Торайғыр ауылының табиғатының әсемдігін тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Мына тасты жарып шыққан ақ қайыңды көріп, Сұлтанмахмұттың өмірі көз алдыма елестеді. Қиын заманның құрсауын жарып шығып, қараңғы қазақтың көгіне күн болған ұлы ердей қайраткерлеріміз әлі де осындай кең даланың кеудесін жарып шығып, еліміздің ертеңі үшін еңбек етері хақ. Қазақ жерінде тарихы тасқа қашалып жазылып, ұмытылмастай болған көрікті мекендер жетерлік. Солардың бірі Жасыбай көлі. Және оны жағалай орналасып, жайдарлық беріп тұрған Баянтау. Біз Баянауылдамыз!
Асанқайғы бабамыз бір түне кетемін деген адам бір жұма тоқтап қалатын жер деп суреттеген Баянауыл болса, бір-бірін қуалаған тау жоталары, айнадай жалтыраған көлдер, әртүрлі кейіптегі жартастар, таудың тасын тесіп өткен қарағайлар, осының бәрі Баянауылда. Бұл өлке табиғатының сұлулығымен ғана емес, тарихының байлығымен де ерекшеленеді. Біз жағасына келіп тұрған Жасыбай көлі кезінде қазақ жасақтарының жоңғар шапқыншылығына тойтарыс берген жер. Жасыбай батыр 18 ғасырдағы қазақ жоңғар шайқасында елді езгіден құтқарған қас батыр. Тарихқа сенсек, осы төбелердің бірінде батыр жау қарасын бақылап отырған екен. Жасыбай 18 ғасырда өмір сүрген қазақтың әйгілі батыры. Ол Баянауыл өңірін қалмақтардан азат ету жолында қаза тапқан. Халық оны сол ерлігі үшін ардақтап, өзі қорғаған асуды Жасыбай асуы деп атады. Ал Шойынкөлдің атын Жасыбай көлі деп өзгертті. Керемет, өнерлеріңіз өрге жүзсін. Мына менде кішігірім сұрақ болып тұр. Беу жігіттер тобының тарихы туралы айтып берсеңіз. 1986 жылы Жүрсінбай Мұқаев деген, қазір ол кісі Бакирлов болып кетті, ең бірінші осы беу жігіттері құрамын құрған сол кісі болатын. Ең бірінші құрамдарда 12-10 адамнан құралды. Бұл ағаларымыз енді Кавказ елдерінде жан-жақтарда өнер көрсетті. Қазір уақытта біз үшінші толқынбыз. Қазір уақытта 2014-тен бастап жұмыс жасап жатырмыз. Құрамымызда 7 жігіт. Қанша жылдан бері өнер көрсетіп келе жатсыздар? Халықтың қабылдауында 2020-дан бастап біз де соны байқадық. Қазір қандай қалаға барып, қандай тойға барып бір ән айтсақ та, халықтың бәрі әбден эстрададан шаршаған секілді. Өзіміз де оны түсініп отырамыз. Жақсы қабылдайды да. Біз олардан енді арқамыз болып шабытымыз келеді. Аудан орталығы болып тұрған ауылдың іргесі 1826 жылы станция ретінде қаланған. Қазір бұл жерде 6000-нан аса адам тұрады. Ауылдың қақ төрінде әйгілі жерлестерінің құрметіне ашылған ескерткіштер аллеясы жайғасыпты. Баянауылдың қасиетті топырағынан шығып, қазақ халқының тарихынан ойып тұрып, орын алған тұлға көп. Олардың ішінде сөз бастаған шешені де, қол бастаған көсемі де, жезтаңдай әншілері де жеткілікті. Ғылым білім саласы өз алдына бөлек әңгіме. Бұл өңірден 30-дан аса академик, 20-30 шақты генерал, 200 ғылым кандидаты шыққан. Қазақтың алғашқы режиссері Шәкен Айманов та осы жақтың тумасы. Бұхар Жырау, Жаяу Мұса, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Сұлтан Махмұд Торайғыров, Әлкей Марғұлан, Шәкен Айманов, Қаныш Сәтбаев секілді қазақ элитасының шоқтығына айналып, елдің ел болуына есепсіз үлес қосқан қайраткерлердің есімі осы Баянауылмен тікелей байланысты. Әрбір тасы тарихтан сыр шертетін, табиғатының сұлулығына көз тоймайды, халқының еңбекқорлығы мен өнері адамды тәнті ететін Баянауыл өңіріндегі сапарымыз осымен аяқталды. Алдымызда тағы да жол, тағы да көрікті мекендер күтіп тұр. Барыңды бағалаудың өзі
бақыттың жартысы. Осындай көркем де көрікті мекендерімізді біле жүрейік.